Сәлем достар, құрметті Жиздуха және Келінжан сериалының үздік көрермендері. 24 қарашадан бастап Келінжанның толық метражды фильмі шығады. Бұл сериал емес, сериалдың жалғасы емес. Бөлек сюжеті бар, басқа оқиғасы бар фильм болып шығады. Еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсетілетін болады. Келінжанның актерлары мен Жиздуха сериалының актерларын халық сүйіп көреді және бұл сериалдар трендте. Сондықтан бұл жалпы сериал қалай өрбиді, кім қандай рөлде, ал көрейік, қызықты, алда үздік фильм күтеміз. Енді екі сериалдан қосылып бір Келінжан фильмі шығатын болады. Ал көрейік. Меніңше бизнесмен жігіт, сондай бір өзінің білімімен еліне пайдасын тигізгісі келіп, қызмет жасағысы келіп, ауылына келген бір жақсы қайырымды жігіттің рөлі бұйырған екен. Өте қуаныштымын. Персонажы мені ақымақ, мақтаншақ басты. Атымның өзі айтып тұр ғой? Персидскийден аударған кезде жер сыйлаушы. Персидский ма қалай? Жоқ, Персидский. Персидский ма? Проекттер рөлім водитель. Өмірде де негізі машинаға жақын адам. Бай жігіт, бизнесмен жігіттердің шофері болып келеді. Главный шаршамау керек. Осындай деген қандай? Мына жақта әшейін күшті бәрі профессионал. Дауысын арылып кеткен.